4-го. Ну, здесь 18 минут. И нас тогда будет 5 человек в месяце, что много человек. Они хотят... Вот именно. А потом мы хотим заснять, мы хотим, может быть, это человек с видеокамерой будет. Какая им нафиг разница? Вот что ли. Что? Она это шундерина господи, что было? Сейчас. Құрметті әріптестер, Айгүл Жақыпбаевна.
Түркістан облысының білім басқармасы қосылдыңыздар ма? Акшамбек Саламат Шымкент. Қосылып отырмыз. Саламатсыздар ма? Айгүл Жақпаевна, қанша колледжіңіз отыр? Қазір общий 30-ақ қатысушы болып отыр ғой. Екі регионның. Иә, 39 болып тұр. Аз ғой, 39. қалғандары қайда? Қосылып жатыр. Так, енді маған дайын болғанда айтасыздар, жарай ма? Айгүл, демонстрация экран алдырып тасташы, және колледжге айтып. Менің видеом тоқтап қалды. Беркелей. Ей. Конференциядан шығып кетесің ғой. Аналардың түрі бар. Алло. Марс Атымтаевич, Айгүл Жақпаевна, жиналды ма? Уақыттығыз 5 минут өтті, бастайық. Бастай берейік, Бақытжан Пековна. Қалған шетінен қосыла береді, бермеген. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Менің аты жөнім Бекова Бақытжан Пековна. Білім және ғылым министрлігінде педагогтардың қызметін үйлестіру басқармасының басшысы боламын. Сіздермен бүгінгі арнайы кездесуді өткізіп отырмыз. Аттестаттау мәселелеріне қатысты. Сондықтан рұқсат болса, мен бірінші өзімнің баяндамамды жасайын. Содан кейін
сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Солай келістік. Так, Айгуль Жахпаевна, мне этот демонстрацию экрана разрешите? Сейчас. Бақытжан апай жасай беріңіз. Мгм. Там, кажется, басқа демонстрация қосылып тұр ғой деймін. Менікі былай жазады, не удалось остановить демонстрацию экрана. Попытайтесь еще раз. Нет, все нормально. Организатор разрешение берсін де демонстрацияға. Не ғой? Менің телефонды обновить етілу керек екен ғой, ә? Микрофондарыңызды өшіріп тастаңыздар, әріптестер. Ұйымдастырушылар, қараңыздаршы, менде демонстрация экрана, не удалось остановить демонстрацию экрана деп шығып тұр. Еще выше. Залезь на стул. А, вот он. Айгуль Жахпаевна. Да убей ее. Маржана Абельдаевна, микрофон выключите, пожалуйста. Ұйымдастырушы колледж, қараңызшы, мен демонстрация экрана жіберсем, не удалось остановить демонстрацию экрана шығып тұр. Попытайтесь еще раз позже. Мен бердім қазір барлығына демонстрация жасауға. А неге шықпай тұр? Код ошибки 105035 дейді. Қазір сізді мен не қылайын, организатор қылайын, көріңізші сөйтіп. Мынау сіздің экраныңыз ба? Шығып тұрған? Я. 021 деген папкасы бар. А, жоқ. Солай шығып тұр қайттан да. Демонстрация шықпай тұр. Сіздерге жолдайын, онда почтаңызды айтыңызшы. Өзіңіз демонстрация. Сізді организатор қылдым, көріңізші. Так, демонстрация экрана. Почтаны қазір чатқа жазам, маған жібересеңіз. Мына участниктердің жанына менің тұсыма барып, еще дегенді басып, мен организаторға етіп жібересеңізші. Так, участники, сіз кімсіз? Ахмед Яссауи, колледж. Жоғар жағында тұр ғой, ең бірінші болып бақылауда. Әделбек? Ахмед Яссауи колледжі. Қазір менде запись жүріп жатыр да, запистің несі қызыл болып жаны өсіп тұр менікінде. Так, қазір мен кіретін адамдарды кіргізіп алайын, принять все. Так. Ага, еще сделать организатором. Да. Ага, жасадым.
Так, енді Почтаны жаздым почтаны. Чатты ашыңыз. так, чат. Мгм. Так, в чате. Чатта что-то көрмей тұрмын. Жоқ, осы Zoom-ның чатында. Иә, Zoom-ның чатын ашып тұрмын. Ой, как тяжело это. Ашылған жоқ па? Демонстрация ашылды ма? Әріптестер, демонстрация көрінді ма, презентация? Жоқ, көрінген жоқ. Участник дегеннен кіресіз ғой. Участниктен кіріп басасыз. Чаттан емес. Чатты көріңізші, мен келді деймін енді. Міне келді. Так, жібердім. Сіз демонстрацияны қоса беріңіз, мен бастай берейін. Құрметті әріптестер, бүгін арнайы айтып өттім, арнайы сіздермен вебинар өткізіп отырмыз. Аттестаттау мәселелеріне байланысты қазіргі уақытта сұрақтар өте көп туындауда. Өздеріңіз білесіздер, педагог мәртебесі заңын шеңберінде біздің негізгі құжаттарға көптеген өзгерістер енгізілді. Ең бастысы педагогтарға қатысты 83-ші бұйрық бар. Ол аттестаттау тәртібінің қағидалары сол 83-ші бұйрыққа өзгерістер енгізілді және жаңа қағидалар шықты. Ол педагогтерге біліктілік санаттарын тағайындау жөніндегі. Екі құжаттың бойынша мен сіздерге осы айтып кетейін. Келесі слайд қосасыз ба? Енді міне педагогтер біздің 5 жылда бір рет аттестаттау рәсімінен өтеді. Қолданыстағы өткен қағидаларға сәйкес біздің педагогтер тек портфолионың қорғаудан өтетін бұрын. Енді қазіргі уақытта бірінші кезекте олар ұлттық біліктілік тесттен өтеді. Қазіргі уақытта біздің 2016 жылдан бастап 157 мың тапсырмалар әзірленді. Бұл жұмыспен ұлттық тестілеу орталығы 2 жылдан бері үлкен жұмыс атқарды. Біздің жалпы білім беру пәндері, арнайы пәндер бойынша, бейін бойынша, барлық енді біздің дисциплиналарымызды, пәндерімізді ескеріп, қазіргі күні 157 мың тапсырма әзірленді. Енді тек осы тесттің оң нәтижесі болған жағдайда педагогтер келесі кезеңге өтеді. Ол жаңағы қызметтің қорытындыларын кешенді талдамалық жинақтау. Енді қазіргі біздің тілімізше портфолионы тапсыру екінші кезеңіне өтеді. Енді биылғы жылдың аттестаттауы бізге неге біз осындай вебинарлар өткізіп жатқан себебіміздің барлығы, оны ұйымдастырған түрде 1 қыркүйекке дейін барлық жұмысты бітіруіміз қажет. Біздің кезек колледждардың педагогтарының тестілеуден өту графигі 21 мен 27 шілде аралығында. Сондықтан қазіргі уақытта әлі бізде өтініш қабылдау Юстадия арқылы ашылған жоқ. Келесі 7-ден бастап ашылады. Сондықтан бүгінгі күнге дейін көптеген педагогтер бізде
өз еріктерімен өтініштерін беріп қойған екен. Олардың қолдарында қазіргі уақытта тестілеу күні, тестілеу сағаты бәрі берілген екен. Сондықтан сіздердің облыста, мысалы Шымкент қаласы мен Түркістан облысында барлық директорлар қатысып отыр деп сенемін. Сіздер педагогтарыңызға жеткізулеріңіз керек. Ол өтініштер бүгінгі күні өз күшін жойды. Яғни сіздердің педагогтер келесі 7-ден бастап мен өзім нұсқаулық беремін Марс Атамтаевичке, Айгүл Жақпаевнаға, біздің колледждің педагогтарының өтініш қабылдау басталды дегеннен бастап қана сіздердің педагогтер осы YouStudy сайтына кіріп, жүйеге кіріп, тек сол уақытта ғана өз өтініштерін бере алады. Осы жұмысты сіздерден өтініш барлық педагогтердің назарына жеткізулеріңіз керек. Енді жыл сайын 1 қыркүйекке дейін әр білім ұйымында перспективалық келесі қаржылық жылға аттестаттаудан өту бойынша жоспар дайын болу керек. Мына слайдта жазылған, көрсетілген. Енді биылғы жыл бізде сондай бір жедел түрде өтейін деп тұр. Сондықтан барлық педагогтарға осы түсіндірме жұмысын жүргізуді сұраймын. Келесі слайд. Енді бұл слайдта бізде білім беру ұйымында, колледжда педагог модератор біліктілігі беріледі. Комиссияда осы білім беру ұйымында құрылады, эксперттік сараптық кеңесте осы білім беру ұйымында құрылады. Ал педагог эксперт, педагог зерттеуші және педагог шебер біліктілік санаттары бойынша комиссияда, эксперттік кеңесте білім басқармалары жанынан құрылады. Енді қызылмен боялып тұрған 15 мамыр мен 15 қараша аралығында бізде жаңағы комиссияның отырыстары өзінің құжаттарын эксперттік кеңеске беру керек. Бұл қазіргі уақытта біздің жаңағы режимге сәйкес қазір өзгереді. Мен министрлік тарапынан барлық өңірлерге тиісті әдістемелік хатты жолдаймын. Сондықтан бұл мерзімдер келесі 21 жылдан бастап күшіне енетін болады. Келесі слайд. Келесі слайд. Енді біліктілік тестке, ұлттық біліктілік тестке келетін болсақ, міне 3 құжат беріледі. Ол өтініш, тестте қатысу туралы 3/4 суреті және жеке құжаты, оның көшірмесі. Енді бірінші рет ұлттық біліктілік тест тегін жүргізіледі. Енді осы ретте айта кететінім, Марс Атамтаевич, Айгүл Жақпаевна, сіздердің берген тізімдеріңізде жекеменшік колледждарда кірді ғой да тізімге? Қосымша бердік, кеше Ләззатқа бердік Салинаға. Марс Атамтаевич, сіздердікі? Шымкент алды? Беріпті. Енді сондықтан мені құрметті басшылар, биылғы жылы министрлік тарапынан вице-министр Шолпан Танатовна бұл мәселені шешті. YouStudy'дің басқармасына өтініш білдіріп, бізде биылғы жыл 1 жыл болғандықтан жеке меншік колледж педагогтерінде тесттен тегін өткізу мәселесі қарастырылып, биылғы жылы барлық педагогтер бізде несіне қарамайды, жекеменшік, мемлекеттік бәрі тегін өтеді. Енді биылғы жылы 2 рет өту мүмкін болмайды және пробное тестирование ол да болмайды. Сондықтан келесі жылы егер педагог өз тестімнің
көрсеткіштерін жақсартамын десе, ондай жағдайда 2 рет тапсыруына болады. 1 рет тегін тапсырады, 2-ші рет ақылы түрде тапсырады. Келесі. Енді тест сұрақтарының құрылымына келетін болсақ, біз колледж педагогтарын 4 топқа бөлдік. Ол жалпы білім беру пәндерінің оқытушылары, арнайы пәндердің оқытушылары, өндірістік шебер, өндірістік оқыту шеберлері және әдіскерлер. Жалпы білім беретін, пәндерінен беретін оқытушылар, олар 100 сұраққа жауап береді. Оның 70-сі мазмұн бойынша. Яғни математика пәнінің мұғалімі математикадан тестке жауап береді, география географиядан. Енді біз міне дүйсенбіден бастап мен барлық өңірлермен осында вебинар өткізіп жатырмын. Туындаған сұрақтардың ішінде бар. Бізде микс бар екен. Бір оқытушы бірнеше пәнді береді. Мысалы, химия, биология, математика, физика, информатика. Ондай жағдайларда қарастырылған, яғни сіздер педагогтерге түсіндірулеріңіз керек. Егер ол дипломы бойынша химия, биология пәнінің оқытушысы және сіздің колледжде химия, биологиядан сабақ береді, ол тестке өтініш берген кезде 70 сұрақтың 35-ін биологиядан алады, 35-ін химиядан алады. Енді бұл ретте сіздерге үлкен өтініш, әрбір колледжде мен ойлаймын бір 20-дан аспайтын педагог биыл аттестаттаудан өтетін шығар тесттен. Сондықтан сіздер ұйымдастырып осы жұмысты жанына әдіскерді, оның жанына бір информатика пәнінің болсын оқытушысын отырғызып қойсаңыздар, сонда бізде бір қателесу болмасын. Өйткені мен YouStudy'дің қызметкерлерімен сөйлескен кезде, олар егер педагог басында өтінішті толтырған кезде өзіне байланысты қатені жіберсе, апелляцияда ондай мәселелер қарастырылмайды. Сондықтан ең басында әрбір педагогты ұйымдастырған түрде жақсылап отырып, түсіндіріп, бәрін толтырса, сонда мен ойлаймын, ешқандай қате болмайды деп. Енді арнайы пән оқытушыларына барсақ, онда олар по направлению деятельности бағыты бойынша және бейіні бойынша 70 сұраққа жауап береді, және педагогика методика бойынша барлық санаттағылар жаңағы 30 сұрақтан жауап береді. Енді өндірістік оқыту шеберлері оқытушыларға қарағанда айырмашылығы, олар 60 сұраққа жауап береді. Оның 30-ы жаңағы бағыты бойынша, профиль бойынша дейміз, ал 30-ы методика, педагогика бойынша сұрақтарға жауап береді. Әдіскерлер, олар 100 сұраққа жауап береді, оның 70-і жаңағы оқу пәнінің мазмұны және 70 сұрағы 30 сұрағы педагогика, методика бойынша тапсырмалар. Енді бұл тесттер бірінші рет тапсырып жатқандықтан біз ең жеңіл жолмен кеттік. Мысалы, мектептерде жауаптардың, мысалы, 2 дұрыс жауап, 3 дұрыс жауап деген тесттер бар. Бізде ондай тесттер жоқтың қасы, ең көп пайызы, 90% бір жауаппен келген сұрақтар. Келесі. Енді бағана мен атап өттім, тек ұлттық біліктілік тесттің оң нәтижесімен ғана педагогтер екінші кезеңге өте алады. Сондықтан мына жерде мен жазып қойдым. Егер мазмұны бойынша ол жалпы білім беру пәндер оқытушылары, педагог модератор біліктілік санатына өтініш білдіргісі келсе, онда ол тесттен 50% дұрыс жауаптар алу керек. Педагог сарапшы 60%, педагог зерттеуші 65%, педагог шебер 70%. Сол сияқты бұл біздің арнайы пән оқытушылары бағыты бойынша 50%, 60, 65, 70%, және де педагогика методика бойынша ең азы 30% жинау керек, ең көбі 45%-дан асу керек. Келесі. Енді бұл екінші біздің кезең.
қызметтің қорытындыларын кешенді талдамалық жинақтауы. Енді жаңа айттық қой, портфолионы қорғау. Бұл кезеңге көп өзгерістер енгізілген жоқ. Ол жылдағыдай талаптар қойылады. Құжаттардың бәрі жазылып тұр. Енді ең бастысы бұл жаңағы ұлттық кәсіптік тесттің болуы. Енді айта кететін бір ерекшелік, егер бұрын педагогтар аттестаттауға құжат бергенде біз мемлекеттік қызмет ретінде оны жүзеге асыратынбыз. Енді бірінші кезең ұлттық біліктілік тест, онда мемлекеттік қызмет көрсету стандартына сәйкес біз жұмыс істемейміз. Тек екінші кезеңге педагог құжатын тапсырған кезде ғана сіздер осы мемлекеттік қызмет стандартымен жұмыс істейсіздер. Міне қызылмен бөліп қойдым. Келесі. Енді аттестаттау комиссиясы педагогтердің біліктілік тесттен өтуін, екінші кезеңнен өтуіне байланысты мына 3 шешімнің біреуін қабылдайды. Осы өтініш білдірген біліктілік санатқа соответствует енді келеді. Екіншісі ол санатқа сәйкес келмейді, және үшіншісі бір санатқа төмендетіледі өзінің санатынан, егер ол аттестаттау комиссияның шешімі сондай болса. Енді биылғы жылы, жаңа мен айтып өттім, мынау слайдта жазылып тұр, 15 шілде және 25 желтоқсан, бірақ биылғы жылы сіздер құрметті техникалық және кәсіптік білім беру бөлімдерінің басшылары өте үлкен сіздерге міне жауапкершілік. Білім басқармасынан барлық бұйрықтар 1 қыркүйектен әрине ертерек отыру керек. Енді қазір июль-шілде айында барлық педагогтеріміз біліктілік тесттен өтсе, тамыз айының басында барлық екінші кезең ұйымдастырылса, ортасына дейін солай өздеріңізді жұмыстарыңызды солай икемдеңіздер. Сонда 15 тамыздан кейін сіздер барлық педагогтерге әр өзінің несіне үстеме ақысына отырғызыларыңыз керек. Өйткені 1 қыркүйектен бастап әр педагог білу керек, қай санат бойынша қанша үстеме ақы алатынын, және қыркүйек айының жалақысын ол кісілер кешіктірмей алу керек. Сол сіздерге өте үлкен өтініш. Келесі. Енді бұл ескертпелер сіздердің назарларыңызға, енді оқыған боларсыздар бәріңіз бұл ережелерді. Педагог біліктілік санаты сіздер жұмысқа қабылдаған күннен бастап беріледі автоматты түрде. Екіншісі, ол егер сіздің колледжға, жоғары оқу орнын немесе колледжді үздік бітіріп келген түлек болса, оған біліктілік тест өтпей педагог-модератор біліктілік санаты беріледі, бірақ ол екінші кезеңген ғана өзінің портфолиосын қорғап шығу керек. Содан кейін бір ерекшелік, болашақ бағдарламасының түлектері келетін болса жұмысқа, немесе президенттік кадр резервінен келетін болса, немесе болашақ бағдарламасы бойынша ұсынылған жоғарғы оқу орындар шетелдік, солардың түлектеріне автоматты түрде педагог зерттеуші біліктілік санаты беріледі, біліктілік тесттен өтпей. Содан кейін бұл шет тіл оқытушыларына қатысты, егер педагог-модераторға 6-5 IELTS болса, ал педагог шеберге 7-7 IELTS болса, онда бұл кісілерде автоматты түрде категорияға біліктілік тесттен өтпей екінші кезеңге өтуге құқықтары бар. Келесі. Енді қазіргі уақытта қолданыстағы сіздердің педагогтардың екінші санаттағы оқытушы, бірінші және жоғарғы санаттағы оқытушылар деген біліктілік санаттары бар. Мына жерде мен жазып қойдым. Педагог-модераторға екінші санат, педагог сарапшыға бірінші санат, педагог зерттеуші мен педагог шеберге
ең жоғарғы санаттағы оқытушыларыңыз теңестіріледі. Бірақ бұл кісілерге үстеме ақы төленбейді. Тек ұлттық біліктілік тесттен өткен, осы 2 кезеңнен өткен педагогтерге ғана төленеді. Бірақ олар осыған теңестіріледі. Келесі, енді мен сіздерге атап өтейін деген, министр де бұны ылғи атап өтеді. Әрине, біздің елімізде, республика көлемінде педагог шеберлер саны көп болмау керек. Енді ең үздік, ең керемет деген педагогтарымыз болу керек. Сондықтан мен мына жерде қызылмен бөліп қойдым. Ол кісінің авторлық бағдарламасы болу керек. Республикалық оқу әдістемелік кеңесінде қолдау тапқан. Және ол педагог оқулықтардың авторы болу керек. Немесе оқу әдістемелік құралдарының авторы болу керек. Сондықтан бұған жаңағы сіздердің әдіскерлер әр колледждағы, содан кейін облыс тарапындағы оқу әдістемелік бірлестік және оқу әдістемелік орталықтар сіздерге үлкен өтініш. Егер бір мысалы біліктілік тесті педагог ең жоғары ұпай алды дейік, 70%-дан жоғары, 90% ба, және де ол педагог жаңағы шебер санатына беруі мүмкіндігі жоқ. Себебі екінші кезеңде бізде педагог шеберге мысалы талаптар осындай. Соны сіздер жақсылап түсіндірулеріңіз керек. Өйткені екінші кезең ол да өте жауапты, өте маңызды кезең. Сондықтан әр педагог өзінің келесі кезеңге өтер кезінде бұл талаптармен мұқият танысып, дұрыс құжатын дұрыс біліктілік санатына тапсыру керек. Енді біздің мектептерден айырмашылығымыз, мектептің педагогтері олар дипломы бойынша тапсырады біліктілік тестті. Біздің педагогтар олар өзінің профилі бойынша, бейіні бойынша тапсырады. Мысалы, егер ол арнайы пән оқытушысы болса, бір не бойынша, бейін бойынша, сол бойынша тапсырады. Ал педагог, методистер, біздің әдіскерлер, олар диплом және лауазымына сәйкес осы тестті тапсырады. Келесі. Келесі. Бұл енді біздің құрметті әріптестер, басшылардың аттестаттан өту тәртібі. Сіздер енді 3 жылда бір рет аттестаттан. Енді жаңағы педагогтерге қалай автоматты түрде жұмысқа қабылданғаннан күннен бастап педагог біліктілік санаты беріледі. Сол сияқты сіздерге де, мысалы, білім беру ұйымының басшысы немесе білім беру ұйымы басшысының орынбасары деген біліктілік санаттар жұмысқа тұрған күннен бастап беріледі. Сіздердің аттестаттаудан өту 3 кезеңнен тұрады. Ол біліктілік бағалау, екіншісі ұлттық біліктілік тест, және үшіншісі қызметтің қорытындыларын кешенді талдамалық жасау. Енді сіздер көрген боларсыздар, біз биылғы жылы жұмыстың тиімділігін көрсететін көрсеткіштерді тағайындадық. Айтамыз ғой, KPI, ключевые показатели эффективности. Сол бойынша сіздердің қызметтеріңізді бағалайтын болады. Ол 3-ші кезеңде, сіздерде 2-ші кезеңде ұлттық біліктілік тест тапсырасыздар. Ал биылғы жылы орынбасарлар, сіздер тек 1-ші және 3-ші кезеңнен өтесіздер. Біріншісі ол біліктілік бағалау. Енді ол сіздің құжаттарыңызды тексереді, кадр службасы, тиісті жаңағы талаптарға сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме, сол. Ал 3-шісі ол жаңағы не бойынша көрсеткіштер, жұмысыңыздың көрсеткіштері бойынша портфолионы қорғау болып табылады. Келесі. Енді біздің басшылардың педагогтерден айырмашылығы, егер педагогтер тесттен тегін өтсе, сіздер бір айлық есепті көрсеткіш көлемінде ақылы түрде өтесіздер. Құжаттар бірдей, сіздерде де педагогтерде тапсыратын. Енді тесттің уақыты 210 минут дедік, педагогтерде де, басшыларда да бәрі бірдей уақыты. Келесі.
Так, енді бұл слайдта мен барлық басшылардың құжаттарын жыл сайын енді қолданыстағы ережелерде де солай болды ғой, алдымыздағы аттестаттау кезінде кадр қызметі осыны өткізеді. Сіздердің неміңіздерді характеристика, қызметтік характеристика, содан кейін ұлттық біліктілік тесттен өту, содан кейін жаңағы талдамалық есептеріңіз, осы көрсеткіштерге байланысты осының бәрін кадр қызметі жүзеге асырады. Содан кейін мына мерзімдер жазылып тұр, оларға өзгерістер енгізіледі. Мен сіздерге осы келесі жетіде әдістемелік хат жолдаймын. Бұл қазіргі жылға байланысты барлық мерзімдер 1 қыркүйекке дейін деп өзгертіледі. Бірақ алдағы жылда осы мерзімдерге сәйкес жұмыстарыңызды ұйымдастыруларыңыз керек. Егер басшылар толық құжаттарды бермеген жағдайда, кадр қызметі сіздердің құжаттарыңызда қабылдамауға құқылы. Соны айтып кетейін деген. Келесі. Енді сіздердің сұрақтарыңыз 80 сұрақ ол заңнама бойынша, ол еңбек кодексі, содан кейін неке және отбасы бойынша, содан кейін білім туралы заңына сәйкес, педагог мәртебесі бойынша, балалардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша 80 сұрақ, және 20 сұрақ ол управленческий компетенция, ол басқарушылық құзыреттілік бойынша 20 сұрақ болады. Енді бүгінгі күні ұлттық тестілеу орталығы жаңағы 5 заң бойынша барлық сұрақтарды дайындады. Бұл база дайын бізде. Ал мынау басқарушылық құзыреттілік бойынша сұрақтар енді әзірлене бастады. Біз сіздерге осы маусым айының соңына дейін 3 әдебиетті жолдаймыз. Негізгі таңдап алдық 3 әдебиетті. Сол 3 әдебиет бойынша тест әзірлеушілері, сарапшылар енді жұмысқа кірісіп жатыр. Егер ол кісілердің қолдауы болғанда, егер ол кісілер келісетін жағдайда, біз сіздерге 3 әдебиет бойынша дайындаласыздар деп 3 әдебиеттің тізімін жолдаймыз. Енді оң нәтиже болған жағдайда ғана сіздер педагогтар сияқты екінші кезеңге қатыса аласыздар. Мысалы, жаңағы заңнаманы білу бойынша 3-ші біліктілік санатқа сіздер өтініш берген жағдайда 60% сұраққа жауап берулеріңіз керек. Егер 2-ші біліктілік санатқа 65% және 1-шіге 70%. Жаңағы біліктілік құзыреттілік бойынша да 50-60-70% сәйкесінше сіздер оң нәтиже көрсетулеріңіз керек. Енді бұл ұлттық біліктілік тесті 1 жылға дейін жарайды. Мысалы, егер сіздер биыл өтсеңіздер, келесі жылы да мерзіміңіз биыл келмесе, келесі жылы да беруіңізге болады. Енді көптеген сұрақтар туындап жатыр. Егер аттестаттаудан басшы осы 1 жыл бұрын өтсе, 2 жыл бұрын өтсе, онда сіздер аттестаттауға міндетті емессіздер. Бірақ егер өздеріңіз ниет білдірсеңіздер, жалақымды көбейтемін десеңіздер, онда биылғы жылы министрдің тапсырмасы бойынша сіздер кез келген санатқа берулеріңізге болады. Өйткені алдындағы уақытта сіздерде санат жоқ қой, ешқашан бұндай сіздерді басшы ретінде аттестаттау рәсімі болған жоқ. Сондықтан сіздер бірден бірінші біліктілік санатқа бере аласыздар. Егер жаңағы 70% оң нәтижені көрсеткенде, және де екінші жаңағы тиімді көрсеткіштерді бағалану арқылы егер дұрыс көрсеткіштеріңіз болса, онда сіздер бірінші санатқа берулеріңізге болады. Және 100% үстемақы аласыздар. Енді айтап кететінім, педагогтерде 30%-дан 50%-ға дейін лауазымдық жалақысынан, ал сіздерде 30%-дан 100%-ға дейін. 100%-ды жаңағы бірінші санаттағы директорлар ала алады. Үстемақы қаржы сіздерге жергілікті бюджеттерге жолданған. Марса Тымтаевич және Айгүл
сіздерге, Жақыпбаевна, сіздерге өтініш, жаңағы өздеріңіздің қаржы бөлімдеріңізбен тығыз байланыста болу керек. Сіздерден байланысты ғой жаңағы ненің бұйрықтың шығуы, ақша келді ма, отырды ма. Содан кейін бізде медициналық колледждарда ылғи жаңағы стипендия бойынша да, осы мәселелер бойынша да ылғи қалып жатады ғой. Сондықтан соны бақылауға алыңыздар. Медициналық колледждің педагогтері қалып қалмасын. Аттестаттаудан да, жаңағы осы басшылардың аттестаттауынан да. Енді егер ол кісілер өздерінің денсаулық сақтау министрлігі арқылы үстемақы қарастырылатын болса, онда әрине. Онда мәселе жоқ. Егер ол кісілер бюджетте сіздерге жіберілген ақшада отырса, міндетті түрде ол кісілерді де хабардар етулеріңізді сұраймыз. Келесі слайд. Енді сіздер бойынша жалпы мынандай шешімдер қабылданады. Комиссия. Ротация бар бұл жерде, өздеріңіздер оқып аласыздар да. Ротация бар, және де егер аттестаттаудан өтпеген жағдайда сіздермен еңбек келісімі бұзылатын жағдайларда қарастырылған. Егер сіздер мысалы биылғы жыл емес, енді келесі жылы егер сіздер бірінші санаттағы басшы болсаңыз, егер аттестаттаудан теріс нәтиже алсаңыз, аттестаттаудан өтпесеңіз, он санатқа төмендетіледі. Бірінші санаттағы екінші санатқа түсіріледі, екінші санаттағы үшінші санатқа түсіріледі. А егер сіздің санатыңыз үшінші болса, онда жаңағы еңбек келісім шарты сіздермен бұзылады. Осы менің айтайын дегенім, құрметті әріптестер, келесі ол 57-ші бұйрық тағайындау бойынша бір тағы да жалпы вебинар өткізе жатармыз. Ең бастысы қазіргі өзекті мәселе ол осы біздің педагогтердің және басшылардың аттестаттаудан өтіп. Сондықтан егер сұрақтарыңыз болса, маған қойыңыздар, мен жауап берейін. Бақытжан Өтбековна, үлкен рахмет, сізге біраз нәрсе түсіндіріп кеттіңіз. Енді бізде мынандай сұрақ болып тұр. Мен сразу үш сұрағымды айта салайыншы. Бірінші сұрақ, медколледждердің оқытушыларының аттестациясы қалай өтеді? Екінші сұрақ, мынау осы енді тест бірінші рет болып жатқаннан кейін бізде педагогтардың біразы тест сұрақтарының базасы бар ма, ең болмаса дайындалуға деген сұрақ қойып жатыр. Сондай бір пробный вопростар бар ма? Ақыр пробный тестирование жоқ екен ғой. И үшінші сұрақ, өткен ВКС-тарда айтқан едіңіздер, әдіскерлер биылғы жылы өтпейді деп, келесі жылдан бастап өтеді деп. Егер әдіскерлер келесі жылдан бастап өтетін болса, онда олардың кейбірінің санаттарының куәліктерінің жаңағы әрекет ету мерзімі аяқталып қалады да, сол мәселені ендігі жыл қалай шешеміз? Осы сұрақтарыма жауап берсеңіз, рахмет. Енді медициналық колледждар біз ақпан айында сіздерге жолдадық қой таблица, жаңағы кестені. Сол кезде медициналық колледждардың оқытушыларына жалпы медициналық пәндер бойынша ешқандай тест әзірлемегені анықталды. Оны біз ұлттық тестілеу орталығына тапсырма бердік. Қазіргі уақытта тесттер әзірленуде. Осы біздің кеш тест тапсыру себебі де соған байланысты, өйткені карантин кезінде қазіргі екінші сараптама өту керек еді. Жылдың аяғында өткенде қараша желтоқсан айларында 50% тест, олар бірінші сараптамадан және бірінші корректировкадан өткен түзетулерден. Ал екінші сараптама бізде наурыз айында болу керек еді. Карантинге байланысты барлық жұмыс тоқтап қалды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бұл тапсырмалардың құпиялығы бар. Ұлттық бірыңғай тестілеуге кіру мүмкіндік болмады, және Нұр-Сұлтанға да кіруге ешкімнің мүмкіндігі болмады. Сондықтан ол жұмыс енді басталды 1 маусымнан бастап. Енді мен ойлаймын, осы шілдеге дейін бұл жұмыс аяқталып қалар, екінші сараптама. Содан кейін май айында, мамыр айында барлық өңірлерде бізде жаңағы пробное тестирование болу керек еді. Енді осы карантинге байланысты екінші сараптама болғандықтан ол жұмыста биыл өтпейді. Бірақ мен сіздердің бәріңізге жолдаған болатынмын, хат және де былай да айтқам, ұлттық тестілеу орталығында сайтында әр
пән бойынша спецификация бар. Сол спецификацияны оқыса да, әр оқытушы өзі түсініп алады. Қандай күрделі сұрақтар бар, қандай тақырыптар бойынша, соның бәрі өте сондай жақсы толық жазылған. Сондықтан сол сайттан оқуға болады. Енді жаңағы пробное тестирование болмайды. Сондықтан жаңағы енді сайтта. Енді жалпы білім беру бойынша жеңіл әрине. Ол жаңағы пробное тестирование өтуге болады ғой, сайтта бар. Ал жаңағы біздің өндірістік оқыту шеберлері және арнайы пән оқытушыларына әрине қиын болады. Медколледждер айттым ғой сұрағыңызды. Жалпы барлық педагогтер сияқты оларда өтеді. Өтінішін бәрі бірге береді және де тест сұрақтары әзірленеді. Екіншісі пробный айттым, үшіншісі әдіскерлер, енді методисты. Өткенде мен айтқанмын, биыл мүмкін болмайтын шығар деп. Енді ұлттық тестілеу орталығы тырысып жатыр. Үлгереміз деген енді қойып отыр өздеріне де талап. Бізде де ол кісілерден талап етіп отырмыз. Методистерге де биылғы жылы тест болсын деп. Ол енді шілде айына дейін жасалып жатыр. Егер ол тесттер әзірленбеген жағдайда, методистер енді көбісі сабақ береді ғой, бір пәннен. Сол пәні бойынша өте беру керек шығар биылғы жылы. Енді күнде сөйлесіп жатырмыз ғой, вице-министр тарапынан да болып қалар деген сенімдеміз енді. Және де мен жаңа айтпай кеттім, бізде әлеуметтік педагогтар бар, содан кейін вожатыйлар бар, содан кейін воспитатель общежития деген бар, лауазымдар, олар да педагогтерге теңестірілген. Бұл педагогтер де осы біліктілік тесттен өте алатын болады. Қазір осы 1-2 күн бұрын анықталды, бұл кісілерге де тестті әзірлеп жатыр ұлттық тестілеу орталығы. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет. Чатты оқысаңыз, номер 13 колледж сұрақ қойыпты. Саламатсыздар, менде бір сұрақ бар еді. Шымкент жоғары педагогикалық колледжінен. Біз сонда сіздер айттыңыздар 21 мен 27 аралығында тіркелеміз ба? Алдында тіркеліп қойған едік, қайттан тіркелеміз ба басынан бастап? Иә, сіздер тіркелген күшін жойды. Өйткені ол кезде жүйені тестілеу болып жатқан. Сондықтан енді мен өткенде де айтып едім барлық отделдардың басшыларына. Біз не бермей, команда бермей, ешкім заявление жазбасын өтініш деп. Өкінішке орай бізде көп деген оқытушылар жазып қойған екен, бірақ енді мен күнде мені әр регионмен өткізіп жатырмын ғой, вебинар айтып жатырмын, сіздердің өтініштеріңіз күшін жойды, сіздер келесі аптадан бастап ерте бермеңіздер, мен өзім команда беремін. Сол кезде ғана өтініштеріңіз бересіздер, графиктарыңызды аласыздар. Рахмет. Келіпті, саламатсыз ба, мен информатика, компьютердегі бағдарламамен қамтамасыз ету және операциялық жүйесі, компьютерлік техниканы аппаратпен қамтамасыз ету, компьютерлік графика пәндерінен сабақ беремін. Санатым жоғары, сонда мен қай пәнді таңдап тесттен өтуім керек. Енді сіз біріншіден біздің жіберген кесте бар, мен сізге қазір айта алмаймын, ол жерде 600 пән тұр, жатқа білмеймін, өкінішке орай. Сіз енді сол кестені қараңыз, өз неңізді табасыз, мамандығыңызды, соның ішінде әр қарай барады. Специальность, квалификация, дисциплина деп тұр, соған өздеріңіз таңдайсыздар ғой. Саламатсыз ба, мен 11 жылға толмаса да аттестаттаудан өтемі? Жоқ. Егер 3 жыл болса, содан кейін ғана өтеді аттестаттаудан, директор да, орынбасар да. Жақсы. Тыңдап тұрмын сізді. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен 11 колледждемін де, Қазығұрт ауданынан. Біз 2-ші санаттағы әлеуметтік педагогпыз. Бірақ бізге санатқа ақша төленбейді. Ертең осы тест тапсыра аламыз ба не бойынша? Әрине. Біз 2-ші санатқа 2018 жылы көштік та, бірақ өтініш бере аламыз ба тест тапсыруға? Мерзіміміз болған жоқ та әлі. Санат көтеруге. Мерзім болған жоқ. 2 жыл болды да қандарыңызға? 2 жыл болды, тест тапсыра аламыз ба? Енді сіздер қарауларыңыз керек. Жаңағы
екінші біліктілік санат болса, сіздер модераторға да, модераторды қарайсыздар. Сіздер модератордан енді жоғары бересіздер ғой да, зерттеушіге. Сонда сіз ережелерде зерттеушілерге екінші кезеңге қойылатын портфолионың талабын қарауыңыз керек. Егер сол талаптарға сәйкес келсеңіз, сіз досрочно кезектен тыс аттестаттауға бере аласыз. Егер ол талаптарға сәйкес келмесеңіз, онда осы алдағы 3 жыл ішінде тырысып, көрсеткіштеріңізді жақсартып, сол 5 жылдан кейін онда сол санатқа бере бересіз. 3 жылдан кейін тапсырамыз сонда, 3 жылдан кейін зерттеушіге, қазір 2 жыл болды. 2 жылдан кейін тапсырада аласыз, егер сіздің ерекше көрсеткіштеріңіз үшін болса. Енді білесіздер ғой, досрочно кезектен тыс қандай педагогтар ғана өтетін. Ол республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде жақсы көрсеткіштер көрсеткен педагогтар әрине өте алады. Егер сіздің сондай талаптарға сәйкес болсаңыз, онда бере аласыз. Егер сәйкес болмасаңыз, онда өзіңіздің кезегін келген кезде, сол кезде бере аласыз. Модераторға тапсыра аламыз ба? Модераторға, егер сәйкес келсе, жаңағы айтып тұрмын ғой, екінші кезеңдегі сіздер портфолиоға талаптарды оқыңыздар. Портфолионың талаптары бар ғой. Мысалы, мынандай деңгейде мынандай жетістіктері болу керек, мынандай кітап жазу керек деген сияқты, автор сияқты сондай. Соған оқыңыздар. Егер сол талаптарға сәйкес келсеңіз, әрине бере аласыз. Беруге болады. Сұрақ қоюға бола ма? Мына басшылар, орынбасарлары, әлеуметтік ұстаз, осылардың барлығы қай уақытта өтеді енді? Олар өтінішті қай уақытта бере алады? Құрметті әріптестер, бір-бірімізді сыйлайық, уақытымызды сыйлайық. Мен оның бәрін айтып өттім ғой жаңа. Келесі аптадан бастап өтінішті береді, 21-27 шілде аралығында аттестаттаудан өтеді. Тесттен өтеді. Магистрлер туралы сұрақ қойылыпты. Магистр дәрежесі бар педагогтарда аттестаттау қалай болады? Енді бізде аттестаттау магистрлық дәрежеге сәйкес жүргізілмейді ғой. Біздің аттестаттау педагог беретін пәні арқылы жүргізіледі, дұрыс қой. Сондықтан сіздер мүмкін мектептерде магистрлік дәрежесі үшін әрине үстемақы бар. Бізде колледждарда ондай жоқ. Сондықтан сіз егер магистр болсаңыз да, жалпы ережелер бойынша өтесіздер. Бірақ досрочныйда өтіп қараңыздаршы, екінші кезеңде болуы мүмкін сіздерге бір жеңілдік. Алло, саламатсыз ба? Мен кәсіптің одағының Шымкент көпсалалы колледжінен болам. Сол жердің әдіскері Қыдырбек Ләмбесбековна. Менде 3 мұғалім бар еді, биыл өтетін. Біреуі высшыда подтверждение қайталап қайта растау, екеуі высшыға да. Енді бізді тест тапсыруға өтініш білдірген едік, дистанционна қабылдамай жатыр, біздің пән шықпай жатыр. Солар қалай болады енді? Және методистер, мен мысалы біраз адамдар 18 жыл өтіп қойды. Енді қазір әлі уақыт бар ғой, олар өтпей қойса да болады ғой, дұрыс па? Және мына 3 оқытушымды қалай өткізсем болады сол? Өкінішке орай көп біздің қатысушылар тыңдамай отырған сияқты назарын салып. Тағы да қайталап өтейін. Егер сіздер педагогтер келесі аптадан бастап өтініштерін тапсырады деп отырмын. Одан кейін шілде айында аттестаттаудан өтеді, және де өздерінің санаттарына үстемақыны қыркүйек айынан бастап ала алады. Егер сіздердің педагогтеріңіз, жаңағы 3 педагог деп тұрсыз ғой, жоғарғы санатқа растауын. Олар да жаңағы тәртіппен жүреді ғой бәрі. Өтінішті қабылдайтын бәріне бірдей, санатқа байланысты емес. Аттестаттаудан да өту, барлығының уақыты бірдей болады. Түсіндіңіз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саз колледжінен біздің оқу ерекшеліктеріміздің өзгеше болуына байланысты бізде арнайы пәндер өтілетін сабақтың бәрі. Біз сіздердің ережелеріңізді алдық өткенде, сіздерді жіберілген музыка пәнінің мұғалімі мектептерге.
Бізде өтілетін сабақтың бәрі арнайы. Методика преподавания фортепиано, методика преподавания струнных инструментов. Сол сіздерге кірмеген. Ал бізде өтілетін биылғы жылғы 14 мұғалім бар. Осы арнайы пәндер бойынша соларды қалай өткізуге болады? Сіздер менің жіберген кестемді қарадыңыздар ма? Жоқ, Юстадидің кестесін қарадыңыздар ма? Сіздің жіберген кестеңізде арнайы музыка пәнінің, ол мектепке, жалпы мектепке оқытушы болып барады. Ал біз оларды жалпы мектепке емес, біз музыка мектептеріне дайындаймыз. Енді өкінішке орай, мен былтыр қараша айында да жолдадым ол кестені, биыл ақпан айында да жолдадым. Уақытында өздерінің ұсыныстарын берген өңірлердің барлық біз өтініштерін орындадық. Сіздер енді бір жеті қалғанда әрине ешкім қазір әзірлеп бермейді. Енді келесі жылы осы тест аяқталғаннан кейін өз ұсыныстарыңызды бересіздер. Және министрдің тапсырмасымен біз ол министрдің ұсынысы көпке бөлмей, 600 пән болмай, профиль бойынша, бейіні бойынша тек жалпы пәндер болсын деген өтініш білдірді. Біз де оған келісеміз. Сондықтан келесі жылдан бастап тесттер өзгереді әлі. Бірақ биылғы жылы енді сіздердің педагогтеріңіз сол кестеде бар пәндерге отыру керек енді биыл. Қазір аяқ астынан 2 жыл әзірлеген тестті қазір бір жетінің ішінде ешкім әзірлеп бермейді. Ақпан айында медициналық мамандықтар мысалы сразу звондады маған. Біздің мамандықтар қалып қапты, кестеде жоқ екен деп. Біз ұлттық біліктілік тестілеу орталығына жедел түрде тапсырма бердік. Мынандай тесттер қалып қапты, міндетті түрде тез арада жасаңыздар, әзірлеңіздер деп. Енді қазір бір жеті қалғанда әрине бұл жұмысты біз жүргізе алмаймыз өкінішке орай. Ал біз декабрь айында өткен жылдың арнайы бергенбіз, ол ешқандай еш жерде көрсетілген жоқ, соны біз түсінбей отырмыз. Сіздер кімдерге бердіңіздер? Гарановға музыкальный колледждің атынан берілген. Енді бізге түспеген болар. Бізге түскен хаттардың бәрі бізде бақылауда ғой. Біз ондайды жібермейміз. Жұмыстың маңыздылығын ескере отыра әрине ол шетте қалу мүмкін емес еді. Сондықтан бізге жетпеген болар. Сәлеметсіз бе? Шымкент қаласындағы жол көлік колледжіне хабарласып тұрмын. Мен аттестер туралы сұрағымды қойсам деген едім. Бұған дейін ереже бойынша, аттестаттау ережесі бойынша біз өзіміздің сабақ беретін пәніміздің санаты бойынша теңестіріліп келдік аттестер. Мысалы, мен жоғары санатты оқытушы болсам, пәнім бойынша аттестер ретінде де жоғары санатты аттестер болып есептеліндім. Енді срогымыз, мерзіміміз бітіп, өзіміз бір жылдан кейін, немесе 2 жылдан кейін пәніміз бойынша қайта аттестаттаудан өтеміз біліктілік санаты бойынша. Осы кезде біз бір жылдан кейін өзіміздің пәніміз бойынша біліктілік санатын тапсырып, өзімізге тиесілі біліктілікті алғаннан кейін, осы біліктілігіміз қайта ары қарай жалғасып, әдіскер ретінде де теңестіріле ме? Жоқ әлде біз әдіскер ретінде және қайтадан бөлек өтеміз бе? Осы сұраққа жауап алсақ. Бөлек өтесіздер, әдіскер ретінде. Бұдан кейінгі тапсырған санатымыз уже әдіскерлікке теңестірілмейді ғой. Теңестірілмейді. Әдіскер ретінде бөлек тапсырасыздар. Саламатсыз ба? Авиценна медколледжі студент. Сұрағымды қойып біткен жоқпын, кешіріңіз. Аттестацияны биыл тағы да өтеді ма? Кешіріңіз, сіз қосылмай қоятырмыз, мен сұрағым біткен жоқ. Мен келесі сұрағым, мысалы, жаңа әдіскер ретінде бөлек дедіңіздер, енді жаңа әдіскердің талабы, әдіскердің тест тапсыру талабы аттестация бойынша. Ол жерде де жаңа сабақ беретін пәннен 70 сұрақ и методика преподаванияден 30 сұрақ деп тұр. Тура бойынша өтетін сияқты. Сол кезде өзінің бейіні бойынша тапсырады дегенде, мен өзімнің пәнім бойынша тапсырам ғой 70 сұрақты. Сонда пәнім бойынша да дәл сол талапты орындаймын, әдіскер ретінде де дәл сол талапты орындап өтейін деп тұрмын ғой. Солай ма? Иә, енді сіздер енді барлық әдіскерлер бізде педагогикалық қызметті атқарады ғой қосымша. Сондықтан сіздер әдіскер ретінде тек
методикадан ғана емес, өздерінің жаңағы мазмұны бойынша пәннің тапсырасыздар. Сонда біз өзіміз Бұл екеуі бірге теңесіп кетеді ғой, сонда екеуі бір, сіз жаңағы пәніңіз де бойынша, әдіскер де бойынша, екеуі как два в одном, бір сол санатты аласыздар. Мен мысалы келесі жылы пәнім бойынша как преподаватель болып өтетін болсам, оқытушы ретінде өтетін болсам, қайтадан әдіскер өту шартты, міндетті емес қой. Өту шарт. Сіз егер оқытушы ретінде өтетін болсаңыз, ол әдіскерге теңестірілмейді. Мен жаңа айттым ғой сізге. Әдіскер бөлек өтесіз әдіскерге. Бөлек өтпейсіз, өту керек жоқ 2 рет, 1 рет өтесіз. Пән оқытушы ретінде 1 рет өтем, қайтадан әдіскер ретінде де тура сол сұрақтар бойынша және қайтадан әдіскер ретінде де қайталап өтем. Солай ғой мен түсінгенім бойынша. Енді ол биылғы жылы, егер сіздерге тесттер әзірленмейтін болса, онда биыл сіздер пән ретінде өтесіздер, оқытушы ретінде. А егер әдіскерлерге тағайындалатын болса, сіздің негізгі қызметіңіз әдіскер ғой, сондықтан сіз әдіскер ретінде өтесіз. Жарайды, рахмет. Құрметті әріптестер, мен енді мынау жазбаша келіп жатқан сұрақтарға жауап берейін. Қызыл, так, 13-ші колледжді оқыдық. Так, саламатсыздар, бұрынғыдай колледжде 2-ші санатқа қазіргі уақытта модераторды өзіміз бере аламыз ба? Модератор басындағы слайдта болды ғой, модераторды білім беру ұйымы өздері береді. Қызыл дипломмен бітіріп келген мамандар автоматты түрде модератор, педагог алады ма? Оны да жаңа айттым ғой, әріптестер, слайдта тұр. Мен қазір бұл презентацияны Марсат Тамтаевич пен Айгүл Жақпаевнаға жолдаймын. Сіздердің бәріңізге жолдасын, тағы да мұқият қарап шығыңыздар. Так, магистр дәрежесін айттым. Біліктілік санат өтіп кеткен болса, өтеуге қазір бола ма? Егер біліктілік санатын сіздер 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын өтсеңіздер, міндетті емес. Тек ерекше жетістіктеріңіз болған жағдайда ғана кезектен тыс аттестаттаудан өту тәртіптемесіне сәйкес өтесіздер. Әдіскерлер 3 толған соң тапсыра ма? Әдіскерлер 5 жылда 1 рет тапсырады. Ол 3 жылда 1 рет тапсыратын тек директорлар мен орынбасарлар. Так, зейнет жасындағы педагогтар аттестаттаудан өту міндетті ма? Енді ережеде жазылып тұр, құрметті әріптестер, егер зейнеткерлік уақытына бір тиісті бірнеше ай, 1 жыл қалған көлемде, онда егер сіздер мен қызметімді әрі қарай педагог ретінде жалғастырмаймын десеңіздер, өтпеуге рұқсат, сіздер бірақ аттестаттау комиссиясына тиісті жазасыздар өтінішті. Ал егер сіз жұмысқа қалатын болсаңыз, зейнеткерлікке шықсаңыз да, онда барлық жаңағы ережеге сәйкес сіздер де өтеулеріңіз керек. Так, если в прошлом году прошли аттестацию, то в этом году опять проходят аттестацию или через 5 лет. Так, если в этом году прошли аттестацию, в 2020 году, да, имеется в виду по старым правилам до мая месяца, то в этом году мы дали возможность, в этом году в принципе аттестуются только те, кто должен аттестовываться в 2020 году. Оказывается, у нас есть регион, который все перепутал и дал нам список педагогов, которые должны аттестоваться в 2021 году. Это категорически неправильно. То есть в этом году очередники, которые должны аттестоваться в 2020 году. То есть это те, которые получили в 2015 году, да? И внеочередники. Теперь, что касается педагогов, которые в этом году прошли. Если вы хотите получить доплату, то да, вы проходите нацквал-тест, и сейчас мы со всеми руководителями ведем работу, чтобы то портфолио, которое вы ранее защитили месяц-два назад, чтобы его опять сдали на 2-й этап. То есть вы уже прошли, получается, да, только вам нужен нацквал-тест. Поэтому просто переставим местами, да, сначала нацквал-тест сдадите, и 2-м этапом сдадите портфолио. Можно. Если хотите доплату, можно. Если не хотите, хотите остаться, просто приравниваясь к этой категории, то тоже это ваше право. Так, саламатсыздар. Политехникалық колледждің әдіскері. Менде мынандай сұрақ бар да, мысалы колледж басшысы
бірінші жаңағы ұлттық квал тест өтеді ғой. Болғаннан кейін 10 нәтиже алғаннан кейін екінші этап ол жаңағы аттестациялық комиссия мүшелерімен собеседование өту керек та, иә? Жұмыстарын қарап, сол жаңағы комиссия мүшелерінің алдында әңгіме өткізіп, собеседование өтіп, сол жерден сәйкес келеді, сәйкес келмейді деген алу керек да, получается. Енді басшыларда 3 кезең дедім ғой, да, квалификационная оценка. То есть это, конечно, готовит же кадровая служба областного управления образования. То есть у них уже есть в этом году, кто из руководителей должен проходить аттестацию. Поэтому они запрашивают у вас, например, да, я не знаю, у вас методисты готовят, запрашивают по показателям ключевым эффективности, по деятельности, всю информацию, да, и делают квалификационную оценку. Он как соответствует или не соответствует. Потом, вторым этапом, он сдает нацквал-тест. То есть результаты нацквал-теста в любом случае тоже прилагаются к третьему этапу. То есть если тут так, у педагогов, например, если он нацквал-тест не прошел, да, он молча уходит и не сдает, то есть если срок не подошел. Если срок подошел, то, конечно, уже это отрицательный результат, он в любом же случае должен аттестацию пройти раз в 5 лет, поэтому у него уже шансов нет, он в любом случае или должен ниже категорию брать, или не аттестоваться, да? И у директоров также, они первую квалификационную оценку проходят, нацквал-тест проходят, с любым результатом в любом случае они должны в кадровую службу заявить, потому что если нулевой результат, то есть не пройден тест, то они защиту портфолио не проходят, но они считаются неаттестованными. Поэтому обязательно директора должны, конечно, пройти. Но я не думаю, что законодательство и менеджмент сложные вопросы. Будем надеяться, что все будут проходить. А собеседование в обязательном порядке будет проходить, да? Собеседование – это и есть защита, вот не защита, а оценка по ключевым показателям эффективности. Конечно, это будет заседание, просто 83-й приказ, пожалуйста, откройте, там все это подробно написано, чтобы я его не зачитывала. В общем, по этим показателям эффективности проходит заседание, где директор полностью отчитывается по своим показателям. Где-то есть нюансы, он может все пояснить, принести какие-то документы, все это регулируется. Тем более там есть определенный, мы шлюз оставили, да, люфт, где из 8 показателей, например, может быть исполнено 4 или 3, из 7 показателей 4 или 5, да? Пусть дуалка не у всех может быть, что-то еще не у всех может быть, поэтому там есть такие моменты, где любой директор, например, если он хорошо работает, ну, достаточно хорошо работает, то, в принципе, эти показатели, мне кажется, очень даже реальны. Да, спасибо огромное. Там просто по баллам есть у нас, например, один момент. Например, у нас же не учитываются студенты, которые наши выпускники, поступающие в университет. Вот такой категории у нас как таковой особо нет, а там огромное количество баллов. И учитывая этот момент, у нас получается по категориям мы немного не добираем баллы. А в принципе по всем показателям у нас все в норме. Это хотели тоже. Все, спасибо огромное. Әріптестер, мына жазбаша келген сұрақтарға мен жауап беріп отырайын, да? Так, бізде уже 1-ден 10 кетті, енді 5 минут уақыт, содан кейін рұқсат болса аяқтайық. Басқа да сұрақтарыңыз болса, бөлім басшылары арқылы хабарласып отырайық. Так, медбикелердің айлық жалақысын көтеру мақсатында біліктілігін қалай көтеруге болады? Енді бұл мәселе өте өзекті, біз өзімізде бәрін түсініп отырмыз, біздің медбикелер, мейірбикелер тыс қалып қалған сияқты деп, иә. Өйткені мектептің медсестралары жол картасы арқылы ол кісілердің жалақысы өскен екен, біздің медсестралардың жалақысы сол деңгейде қалып қойған екен. Министрлік енді бұны біледі. Сіздердің мәселелеріңізді біз вице-министрдің назарына жеткіздік. Енді білмеймін, әлі шешім жоқ оған. Так, колледж орынбасарлары қашан тапсырады? Енді оны айттық. Модератор колледж беретін болса, тест тапсыру міндетті ма? Модератор колледж беретін болса, тест тапсыру міндетті ма? Иә, әрине, ол жерде де тұр ғой, білік ана оң нәтижелерінде тапсырады, иә.
Так, декреттік демалыс есептеледі ма? Есептеледі, иә, әрине. Егер мысалы ол кісі 2-3 жыл декретте отырса, алдындағы жылы санатына 17-ші жылы өтсе, содан кейін 3 жыл декретте отырса, биылғы жылы тапсырады. Бірақ егер мерзімінен кеш қалып қалса, ол как уважительная причина болып саналады. Так, әрі қарай. Жаңадан қызметке келген оқытушы 2008 жылы жоғарғы санат алған. Сол кісіні қай санатқа өтініш береміз? 2008 жылы 10 жыл өтіп кетті ғой, 12 жыл өтіп кетті ғой. Жаңадан, это все аннулируется же. Біздің ережеге сәйкес ол санаттар сақталмайды ғой. Сондықтан ол үлкен не болғандықтан, как перерыв. Сондықтан қайттан өту керек. Так, қызыл дипломмен бітірген келген мамандар автоматты түрде модератор, педагог ала алады ма? Айттым ғой, иә, ала алады. Олар тек екінші портфолионы тапсырады. Иә, қағидада жазылған, ашып оқысаңыз бар. Біліктілік алып декреттік демалыста шығып қайта келгенге декреттік демалыс саналама? Иә, саналады. Біз 1 маусым күні өтініш бердік. Типода пәніміз болмағандықтан әдіскердің бөлімнен физика. Бұл 1 маусымда берсеңіздер, бұлардың бәрі аннулированы, күшін жойды. Келесі аптада қайтадан барлық біздің колледждармен бірге, өзіміздің саламен бірге бересіздер. Жоғары санатты өндірістік оқыту шеберлігінен арнайы пән оқытушысы болып ауысқанда санаттар сақталады ма? Санаттар қазіргі сонда сіз, мысалы, егер өндірістік оқыту шеберінен енді преподаватель спецдисциплин. Допустим, 2 категория, да? Профиль бойынша тапсырасыздар ғой? Иә, саналады. Просроченный категория биыл тестке кіре алады ма? Просроченный. Оның не себептері, как уважительная причина болса, кіре алады. А егер болмаса, оны аттестаттау комиссиясына шағымдануларыңыз керек. Онда ережеге сәйкес түсіріле ма жоқ. Негізі аттестаттау комиссиясы шешу керек оны. 14 жылы болмаған. Не болмаған түсініксіз. Жақсы, құрметті әріптестер, енді басқа сұрақтарыңыз болса, уақытымызды үнемдейік. Рұқсат болса, мен өзімнің баяндамамды аяқтайын. Қуаныштымын сіздермен жүздескеніме. Енді үкімет тарапынан педагогтерге, жаңада Фейсбуктан қараған шығарсыздар, Асхат Канатовичтің халықпен кездесуі өтті. Барлық осы біздің педагогтардың жағдайын жақсартуға, біздің басшылардың үстемақыны көтеріп, жалақысын көтеруге бағытталған шаралар қабылданып жатыр министрлік тарапынан. Көптеген басқа да стипендия көбейіп жатыр. Биылғы жылы енді құзыреттілікке байланысты көптеген мәселелер, жас маман жүргізіліп жатыр. Осының бәрі, мен ойлаймын, біздің техникалық және кәсіптік білім саласына дамуына өте жақсы септігін тигізеді деп, біздің барлығымыздың енді жалпы мақсатымыз ол білікті мамандар даярлау еңбек нарығына. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңызда сіздерге сәттілік тілеймін. Биылғы жылы аттестаттауға берген өтініштердің барлығы оң нәтиже тауып, келесі жылы біздің педагогтардың барлығы осындай бір үстемақы алып, әлеуеттері көтеріліп, өздерінің сондай бір педагог мәртебесіне сәйкес, сондай бір қуансын деп тілеймін, мәртебелері өссін деп тілеймін. Барлықтарыңызға сәттілік. Егер мен жауап бере алмай үлгермей жатқан сұрақтарым болса, бөлім басшыларына хабарласып, сұрақтарыңыздың тізбесін маған электрондық поштаға жолдауға болады. Әлі бұл бірінші соңғы кездесу емес, келесі жолы да осы тест басталмас бұрын тағы да бір біз кездесу өткізетін шығармыз, әр осылай немен, өңірмен. Сол, рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, Бақытжан Бекмановна, сау болыңыз.